Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, аягул ноғайлар. Ораза байрам юк болды. Россия мусульманларының дин басшылығынан шығарған шешіміне көре, Шаввал айдың бірінші күні 24 майға келеді. Сонымен ораза байрам бізге 24 майда болады. Бұл ел өкінішке коронавирус деген яман ауру яйылған үшін ораза байрам намазы Россияда мешгитлерде озғарылмайық. Bizim mazhabımız Ханафи mazhabına göre bayram namazı үйде қылынмайды. Соның үшін үйлеріңізде 4 ракат нафила намаз қылып қоймай атарық. Кім бітір деп айтылатаған фитр садақаларын бермеген болса, оны да байрамға дейін бермеге шалысыңыз. Иншалла, Россиядағы ноғайлар, Турциядағы, Европадағы ноғайлар да 24 майда ораза байрамды құтлаяқтар. Қазият шақырады байырды ноғайларды бір күн ораза байрамды құтлама. Бірше болайық, біреу-біреуден айырылмайық. Тұтқан оразаларыңызды Алла Таала қабыл етсін. Берген садақаларыңызды, қылған намазларыңызды Алла Таала қабыл етсін. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.